Түсініксіз, өте қарапайым мынадай суреттер өте қымбат бағаларға сатылады. Бірақ неге? Сатып алатын адам ақшасын қайда құртарын білмей жүрген ақымақ па? Әлде шынымен де бұл суреттердің ғажайып бір нәрселері бар ма? Қарастырайықшы. Мынау Blood Red Mirror $1 миллион сатылған. 1961 жылғы Rothkoның Entitled картинасы $28 миллион сатылған. 1970 жылғы Rothkoның Entitled картинасы $69,6 миллион сатылған. 1948 жылғы Джексон Поллоктың картинасы 2006 жылы $140 миллион сатылған. Бұл сандардың қаншалықты үлкен екендігін көрсету үшін мынадай мысалдар келтірейік. 10-15 миллион долларға 1000 баладан артық бала қабылдай алатын бір мектепті соғып тастауға болады. Жарайды, болмаса Джексон Поллоктың мына бір картинасын $140 миллион сатып алғанша 90 миллион Falcon 9-дың бір ұшырылымының бағасын шығарып тастауға болады. Сонымен бұл үлкен сұрақ: неге? Мына бір түсініксіз картиналар өте қымбат тұрады. Ең біріншіден түпнұсқа деген сөзде. Бұл суреттердің түпнұсқалылығы оларды айрықша етеді. Және сол үшін де көзге оғаш көрінгенмен қымбат тұрады. Мысалға алатын болсақ, мына бір Джексон Поллоктың картинасын сіз сала алар ма едіңіз? Қазіргі заманда көшірме қылып түрлі машиналар арқылы жасауға болады, бірақ сіз өз қолыңызбен сала алмайсыз, өйткені түпнұсқа. Сіз салғаныңызбен әйтеуір бір өзгешеліктері болады. Және түпнұсқа мен сіздің осы суреттерге қарап салған суреттердің арасында үлкен бір айырмашылық бар. Сіздің осы суреттерге қарап, осындай түсініксіз сурет салып байып кеткіңіз келгендегі ең басты ойыңыз және мақсатыңыз ол ақша болатын. Мысалы, мына бір Rothkoның суреттеріне қарап тұрып, мен де сала алам, неге, бірақ менің салғаным бұндай қымбат тұрмайды деп ойлауыңыз мүмкін. Өйткені сіз біреудің суретіне қарап салдыңыз. Ал бұл суреттер болса ең басынан түпнұсқа болып есептелінеді. Бұл ең бірінші бұл картиналарды қымбат ететін жағдай. Және Уолтер Бенджамин бұндай суреттер түсіне білген адамға өзіндік аура шашатындығын айтқан. Әрине түсіне білген адамға. Келесі бір бұл суреттерді соншалықты қымбат ететін нәрсе картиналардың тарихында. Суреттердің тарихы шынымен де оның бағасында үлкен рөл ойнайды. Қарапайым мысал ретінде Нидерланды суретшісі Ван Гогтың суреттерін алайықшы. Бір көзбен қарағанда кәдімгі суреттер. Егер сізге майлы акварель берсе, сіз де осындай суреттерді сала алатындай болып көрінуіңіз мүмкін. Бірақ Ван Гог бұл суреттерді салған уақытында өте кедей тұрғандығы және өмір бойы өте көңілсіз өткендігі, тіпті өмірінің соңында өз-өзін өлтіргендігі баяндалады. Осындай шым-шытырық тарихи картиналарды коллекционерлер жай ғана осындай тарихы үшін өте қымбат бағаларға сатып алады. Марк Ротконың 1952 жылғы аты жоқ суреті. Қарап отырсаңыз, үш ақ түстен құралған ешқандай мағынасы жоқ сурет сияқты. Бірақ бұл суретке қызығатын адамдар бұл өте керемет үш түсті қолдану арқылы пайда болған сол кездегі Европаның тарихын ұғындыра алатын сурет екендігіне сенеді. Марк Ротконың суреттерінің соншалық қымбат болуының тағы бір сыры суреттерінің алыптығында. Марк Ротко шынымен де осындай үлкен суреттер салғанды жақсы көрген. Өйткені кішкентай пішінге өзіндік ойды жеткізу оған қиын болған екен. Негізіне алғанда бұндай түсіну өте қиын суреттерді өте көп ақшаға сатып алатын адамдарды үшке бөлуге болады. Суретті шынымен де түсінетін және рахат ала алатын коллекционерлер, екіншісі суретті сатып алып, оны қайтадан басқа аукционда одан да қымбатқа сататын инвесторлар, үшіншісі жай ғана өзінің статусын көрсеткісі келетін, өзінің қандай байы екендігін көрсеткісі келетін олигархтар. Қарапайым тілмен айтқанда панты. Ал менің ойымша бұл жай ғана ысырап. Бұндай миллион долларларға одан да пайдалырақ, одан да көбірек рахат алып келетін пайдалы нәрселерге жұмсауға болады деп ойлаймын. Әрине бұл жай ғана менің өз пікірім. Бүгінгі видеомыздан сіздер осындай қарапайым өте түсініксіз суреттердің неге өте қымбат тұратынын білдіңіздер деп ойлаймын. Осындай өте қарапайым сұраққа өте қарапайым жауап ала алдыңыз деп ойлаймын. Сіздерге енді сұрақ: егер Джефф Безос сияқты сіздің де өте үлкен ақшаңыз болса, осындай суреттерді сатып алар ма едіңіз? Пікір қалдырып кетіңіз. Сіздердің ойларыңызды білу
мен үшін өте маңызды. Одан басқа біздің ВК парақшаларымыз өте белсенді жұмыс жасап жатқандығын ескерткім келеді. Сондықтан астыдағы Instagram және ВК парақшаларымызға тіркеліп кетулеріңізге кеңес беремін. Өйткені онда шын менде қызықты деп ойлаймын.